Қайырлы кеш, құрметті ағайын. Мана кешкі 9:00-де кешегі бақылаушылардан алған хаттамалармен таныстырам деп айтқанмын. Кеше бізде 10 қаңтар күні 2021 жыл мәжіліс, облыстық мәслихат және аудандық мәслихаттарға сайлау болды. Біздер өздеріңіз біліп жүргендей, сол сайлауға бақылаушы болды бір ай бұрын бастадық. Бір ай бұрын семинарлар аудандарға барып өткізіп, бақылаушыларды дайындаумен айналыстық. 300-дің шамасында бақылаушы жиналды. Бақылаушы болуға ниет білдірген азаматтар мен азаматшалар. Онымен нағыз сайлауға тақалғанда сайлаушыларымыз қатары азайып, күннен күнге әкімшіліктен жұмыстарынан қысып бақылаушыларымыз азайып қалды. Кешегі сайлаудың күннің өзінде де, қаланың өзінде бақылаушыларымыз кіре алмай, бақылауға кірген жерінде шығарып жіберіп, айқай-шулар болды. Жаңақала ауданында бақылаушыларымызды кіргізбеді. Кіргізген өзінде де кіріп отырғаннан кейін 1-2 сағаттың ішінде әкімшіліктен қоңырау түсіп, сол тәуелсіз бақылаушыларды шығарыңдар деп шығарып жіберді. Сырма ауданында, Қазталов аудандарда, Бөрлі аудандарда сондай жағдайлар кездесті. Біздер енді кеше сол қалада болған бақылаушылардың қазірмен 37 хаттама көшірмесін жинап әкеліп отырмын. Соны жайлап сіздерге көрсетейін. 37 сайлау учаскесінен хаттама көшірмесін алдық. Әлде аламыз. Бүгін жинағаным осы 37 көшірме. Ең бірінші мына бізде Орал қаласында 123 сайлау учаскесі болды. Соның қазір 37 учаскесінен көшірме сіздерге көрсеткелі отырмын. Ең бірінші мына 34-ші сайлау учаскесі. Ол Деркөл кенті, Көкжиек шағын ауданы, Ақтамберді Жырау көшесі 24-ші үйде орналасқан. Нөмірі 48-ші жалпы орта білім беретін мектеп. Одан міне көріп отырғаныңыздай 2137 көріне ме? Сайлаушылардың жалпы саны, алған бюллетендердің саны 2259. Сайлауға келген сайлаушылардың саны 1565. Көрініп отыр ма? 1565. Парламент мәжіліске берген дауыстары. Бұл жерде Қазақстан Халық партиясы 98 жинаған. Көріп отырсаңыздар. Нұр Отан 980. Ауыл партиясы 163. Ақжол партиясы 45. Адал 75 жинаған. Көріп отырсыздар. Батыс Қазақстан облысының мәслихатына міне Нұр Отан 953. Көріне ме? Ауыл партия 139. Ақжол партиясы 140. Адал партиясы 159. Енді Орал қалалық мәслихатына Нұр Отан 966. Ауыл партиясы 161. Ақжол партиясы 76. Адал партиясы 158. Бұл нөмірі 34-ші сайлау учаскесі бойынша келген қорытынды хаттама. 2100
37 сайлаушы болған, келгені 1565. Көріп отырсыздар. Енді екінші хаттама 169-шы сайлау учаскесінен келгені. Бұл дейтін Арман шағын ауданы Мұрат Мөңкеұлы көшесі 114-ші үй, жекпе-жек спорт алаңы. Бұнда 2981 адам сайлаушы келу керек болған. Содан келгені 873 адам келген. Одан енді мына Қазақстан Республикасы парламент мәжілісіне дауыс бергендер міне көріп отырсыздар. Халық партиясы 49, Нұр Отан 216. Кішкене келеді. Манағы бірінші неде кішкене болып кеткен сияқты бұрмалаушылықтар 34-ші учаскеде. Ауыл партиясы 162, Ақжол 169, Адал 228. Көріне ме? Енді Батыс Қазақстан облысының мәслихатына Нұр Отан 252, Ауыл партиясы 165, Ақжол 179, Адал 229, Орал қалалық мәслихатына Нұр Отан 246, Ауыл 165, Ақжол 180. Көріп отырсыздар ма? Адал 278. Адал Нұр Отаннан озып кеткен. Нөмір 169 учаскеде. Енді бұл жерде Орал қалалық мәслихатына бар. Айттым Орал қалалық мәслихатын. Үшеуінде айттым да. Енді нөмір 216-шы сайлау учаскесі. Бұл дейтін Зашаған кенті, Қален Досмұхамедов көшесі 42-ші үй, нөмірі 51-ші жалпы орта білім беретін мектепте орналасқан. Бұндағы болған жағдай 2667 сайлаушы болған. Келгені 634 тек қана. Содан мына Қазақстан Республикасы парламент мәжілісіне дауыс бергендер. Халық партиясы 36, Нұр Отан 160, Ауыл 115. Көрініп тұр ма? Ақжол 123, Адал 178. Яғни Нұр Отаннан Адал озып кетті. 216-шы сайлау учаскесінде Қазақстан парламентіне Адал озып тұр. Енді облыс мәслихатына Нұр Отан 172, Ауыл 132, Ақжол 126, Адал 179. Бұнда да Адал озып тұр. Нұр Отаннан 7 дауысқа. Облыстық мәслихатқа. Енді қалалық мәслихатқа Нұр Отан 169, Ауыл 129, Ақжол 130, Адал 176. Бұнда да Адал озып тұр. Қалалық мәслихатқа 7 дауысқа. Нұр Отан 169, Адал 176. Көріп отырсыздар. Енді 218-ші сайлау учаскесі. Бұл Бина Нұрпейісова көшесі 40-ші үйде орналасқан. Бұнда 2539 сайлаушы болған. Көріп отырсыздар ма?
2539. Келгені тек қана 435 адам келген. 435 адам ақ келген. Кісінің келуі аз. Одан Қазақстан Республикасының парламент мәжілісіне дауыс бергендер саны. Халық партиясы 26, Нұр Отан 111, Ауыл 71, Ақжол 131, Адал 72. Көріп отырғандар Ақжол 131, Нұр Отан 111. Ақжол 20 дауысқа озып тұр Нұр Отаннан. Көріп отырсыздар ғой. Енді Батыс Қазақстан облысы мәслихатына Нұр Отан 121, Ауыл 78, Ақжол 136, Адал 71. Бұнда да Ақжол озып тұр 15 дауысқа. 136, Нұр Отан 121. Енді Орал қаласының мәслихатына Нұр Отан 120, Ауыл 78, Ақжол 134, Адал 74. Бұнда да Ақжол озып тұр 14 дауысқа. Көріп отырсыздар ғой. Енді 268 сайлау учаскесі, бұл дейтін Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 173-ші орналасқан Жақанша Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледж. Бұнда дейтін 1529 сайлаушы болған. Көріп отырсыздар ғой, 1529. Келгені 373 адам келген. 373. 20% жоқ. Көріп отырсыздар ғой. Содан дауыс бергені мәслихат, парламент мәжілісіне міне. Халық партиясы 18, Нұр Отан 139, Ауыл 53, Ақжол 90, Адал 49. Енді облыс мәслихатына Нұр Отан 143, Ауыл 63, Ақжол 93, Адал 50. Енді қалалық мәслихатқа Нұр Отан 148, Ауыл 65, Ақжол 91, Адал 49. Енді 269-шы сайлау учаскесі, орналасқан жері Жаңа Орда 30-шы үй, нөмірі 46-шы жалпы орта білім беретін мектеп. Бұнда 2908 сайлаушы болған, 2908 сайлаушы. Көріп отырсыздар. Келгені 1136. 1136. Бұнда кішкене келген екен адамдар. Одан бергені мәжіліске Халық партиясы 67, Нұр Отан 324, Ауыл 215, Ақжол 255. Көрініп тұр ма? Көрінбей тұрса жазыңыздар, көрінбей тұрып тақап отырайын.
Адал 261. Енді облыс мәслихатына Нұр Отан 354. Ауыл 227. Ақжол 271. Адал 208. Қалалық мәслихатқа Нұр Отан 351. Ауыл 233. Ақжол 270. Адал 218. А, 208 кешірерсіздер. Енді 382-ші сайлау учаскесі. Бұл Деркөл кенті, Сарыарқа шағын ауданы, Бейімбет Майлин көшесі 52-ші үй, нөмірі 49-ші орта мектеп. Бұнда 1134 сайлаушы болған. Көріп отырсыздар, 1134. Келгені 204 тек қана. 1134 адамнан 204 адам келген. Халықтың сайлауға келмейтінін көріп тұрсыздар. Енді мәжіліске дауыс бергендер. Халық партиясы 17, Нұр Отан 60, Ауыл 26, Ақжол 58, Адал 33, Нұр Отан 60, Ақжол 58, екі ақ дауыспен келіпті. Енді облыс мәслихатына Нұр Отан 69, Ауыл 31, Ақжол 56, Адал 38. Қалалық мәслихатқа Нұр Отан 69, Ауыл 29, Ақжол 62, Адал 32. Жинақтап айтқанда, жинақтап сосын болады, ераққа бәрі. Енді 403-ші сайлау учаскесі. Бұл сайлау учаскесі дейтін Зашаған кетті Халил Досмұхамед көшесі 42-ші үй, нөмірі 51-ші мектеп. Бұл сайлау учаскесінде өзім бақылаушы болдым. Мейірбек екеуміз 2999 сайлаушы болды. 2999, 3000-ға бір сайлаушы жетпей қалды. Содан келгені 582, 20%-да қалып келген жоқ. Ертеден бастап келгені мемлекеттік қызметкерлер, полиция қызметкерлері, жастар келді, өздерін фотоға түсірді, жұмыстан сұрап атыр фото отчет деп, бір-бірін фотоға түсіріп, манағыдай мен дауыс бердім дегендей. Соны бәрі жұмыстарына жіберіп атты, есеп ретінде. Содан 10-11-ден бастап ауылдың халқы келе бастады. Сосын түс қайта азайды, кеште тіптен азайып кетті. Сонда келгені барлығы 582 адам. 2999-дан 582. Содан Нұр Отанға мәжіліске Халық партиясы 26, Нұр Отан 170, Ауыл 92, Ақжол 94,
Адал 178. Менің учаскемде Адал жеңді. Мәслихатқа 178 дауыспен. Нұр Отан қалып қойды. Енді облыс мәслихатына Нұр Отан 190, ауыл 96, Ақжол 101, Адал 172. Бұнда Адал кішкене қалып тұр. 18 дауысқа. Енді қалалық мәслихатқа Нұр Отан 197, ауыл 97, Ақжол 97, Адал 170. Бұнда Нұр Отан мен Адал жеңді. Көп дауыспен. Енді 410 сайлау учаскесі. Бұл учаске орналасқан жері Зашаған кенті нөмірі 30-шы жалпы орта білім беретін мектеп. Сайлаушылардың саны 2922, келген адам 990. Одан мәжіліске дауыс бергендер: Халық партиясы 21, Нұр Отан 445, ауыл 112, Ақжол 167, Адал 176. Бұнда Нұр Отан жеңген енді. Облыс мәслихатына Нұр Отан 674, ауыл 108, Ақжол 115, Адал 39. Қалалық мәслихатқа Нұр Отан 674, ауыл 108, Ақжол 115, Адал 39. Төрт 421 сайлау учаскесі. Бұл учаскенің орналасқан жері Көктем шағын ауданы нөмірі 10 мектеп. Нөмірі 10 мектептегі 2 участок бұл, соның біреуі. Сайлаушылардың саны 2172. Келгені 774 адам тек қана. Көріп отырсыздар. Содан мәжіліске дауыс бергендері: Халық партиясы 38, Нұр Отан 254. Ауыл 107, Ақжол 145, Адал 200. Облыстық мәслихатқа Нұр Отан 278, ауыл 111, Ақжол 151, Адал 197. Қалалық мәслихатқа Нұр Отан 274, ауыл 117, Ақжол 150, Адал 197. 427 сайлау учаскесі орналасқан жері манағы Ахмет Байтұрсынов көшесі атындағы 10-шы жалпы орта білім беретін мектеп. 10 мектептегі екінші учаске. Бұнда сайлаушылардың саны 1490, келгені 529. 30% келген кісі. Бұнда мәжіліске дауыс бергендер: Халық партиясы 32, Нұр Отан 34.
Ауыл 96, Ақжол 100, Адал 137. Көріп отырғандарыңыздай, Адал Нұр Отаннан озып кеткен. Нұр Отан 134, Адал 137. 13 мектепте. Енді қалалық мәслихатқа Нұр Отан 145, Ауыл 105, Ақжол 108, Адал 140. Нұр Отан 5 дауыспен ұтып тұрғанда. Қалалық мәслихатқа Нұр Отан 144, Ауыл 109, Ақжол 107, Адал 132. 428 сайлау учаскесі Сартауда Аққұлов көшесі 63-ші үй, нөмірі 20-ші жалпы білім беретін орта мектеп. Сайлаушылардың саны 2723, келгендер 1105. Бұнда Ғаділбек Жұбанғалиев деген бақылаушы болды. Ол бақылаушының айтуынша бұл жерде де бұрмалаушылық болған секілді. Бақылаушыны алысқа отырғызып қойған, столға жақындатпаған. Қазақстан Халық партиясы мәжіліске 36, Нұр Отан 657. Ауыл 117, Ақжол 150, Адал 114. Облыстық мәслихатқа Нұр Отан 596, Ауыл 136, Ақжол 174, Адал 161. Қалалық мәслихатқа Нұр Отан 604, Ауыл 138, Ақжол 176, Адал 140. 433-ші сайлау учаскесі. Орналасқан жері Зашаған кенті, Саратов көшесі 28-ші үй, нөмірі 20-ші жалпы білім беретін орта мектеп. Сайлаушылардың саны 2540. Келген сайлаушылардың саны 668. Бұнда мәжіліске Халық партиясы 44, Нұр Отан 233, Ауыл 90, Ақжол 180, Адал 88. Енді облыстық мәслихатқа Нұр Отан 253, Ауыл 114, Ақжол 183, Адал 90. Қалалық мәслихатқа Нұр Отан 249, Ауыл 109, Ақжол 184, Адал 88. 435-ші сайлау учаскесі. Бұлда 30-ші мектепте орналасқан. Бұнда 2609 сайлаушы келу керек болған тіркелген. Бірақ келген сайлаушының саны 844. Мәжіліске Халық партиясы 66, Нұр Отан 254. Ауыл 137, Ақжол 139,
Адал 165. Так. Таблица жасап отырып қой. Алла болса бітіреміз енді. Бақытжан Төреғожина. Облыстық мәслихатқа Нұр Отан 272, ауыл 179, Ақжол 198, Адал 166. Қалалық мәслихатқа Нұр Отан 277, ауыл 177, Ақжол 207, Адал 167. Кесте есебін Бауыржан жасап жатыр. Кестеден көріп мынау енді хаттаманың несі ғой енді. Көріп отырсыздар. Оригиналын көрсін деп жатырмын ғой. Мөрімен кесте жасалады. Онда шығарамыз. 439 сайлау учаскесі. Бұның орналасқан жері Мәжит Жүнісов көшесі 12-ші үй. Нөмірі 1-ші мектеп. 1890 сайлаушы келу керек болған. 1890. Келген сайлаушының саны 412 тек қана. Содан мәжіліске дауыс бергендері: Халық партиясы 38, Нұр Отан 155, ауыл 62, ауыл 62, Ақжол 74, Адал 54. Көрінбесе айтыңыздар, тақап отырайын. Облыстық мәслихатқа Нұр Отан 175, ауыл 71, Ақжол 77, Адал 53. Қалалық мәслихатқа Нұр Отан 177, ауыл 69, Ақжол 81, Адал 53. 440 сайлау учаскесі. Орналасқан жері Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 162-ші үй, Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті. Бұнда 2145 сайлаушы келу керек болған, 2145. Келгені 509. Бұдан мәжіліске Халық партиясы 46, Нұр Отан 175. Ауыл 74, Ақжол 105. Адал 85. Облыстық мәслихатқа Нұр Отан 195, ауыл 91, Ақжол 109, Адал 88. Қалалық мәслихатқа Нұр Отан 197, ауыл 84, Ақжол 111, Адал 89. 449 сайлау учаскесі. Орналасқан жері Темірмасин көшесі 37-те дроп 4, нөмірі 3-ші жалпы білім беретін орта мектеп. 3-ші мектеп Оралдағы. Тіркелген сайлаушының саны 2535, келгені 683. 2535-тен 683 адам келген дауыс беруге. Одан мәжіліске, жоқ, облыстық мәслихатқа мынау Нұр Отан 284, Халық партиясы 98.
Ақжол 201, Адал 57. Мәжіліске Халық партиясы 68, Нұр Отан 263, Ауыл 84, Ақжол 185, Адал 57. Қалалық мәслихатқа Нұр Отан 288, Ауыл 108, Ақжол 198, Адал 74. 453 сайлау учаскесі. Орналасқан жері бұнда 453. 2999 сайлаушы тіркелген. 2999 көріп отырсыздар. Келгені 991. Одан мәжіліске дауыс бергендері: Халық партиясы 47, Нұр Отан 272. Ауыл 199, Ақжол 217, Адал 208. Облыс мәслихатына Нұр Отан 290, Ауыл 217, Ақжол 205, Адал 205. Қалалық мәслихатқа Нұр Отан 290, Ауыл 217, Ақжол 212, Адал 204. 457 сайлау учаскесі. Сайлаушылардың саны 2062. Дауыс беруге келген сайлаушылардың саны 498 тек қана. Мәжіліске дауыс бергендер: Халық партиясы 62, Нұр Отан 173, Ауыл 73, Ақжол 121, Адал 52. Облыстық мәслихатқа Нұр Отан 209, Ауыл 88, Ақжол 131, Адал 51. Қалалық мәслихатқа Нұр Отан 213, Ауыл 90, Ақжол 120, Адал 52. 463 сайлау учаскесі. Орналасқан жері Абай даңғылы 87, нөмірі 36 мектеп.
Сайлаушылардың тіркелген саны 2407. Дауыс беруге келген саны 528. Мәжіліске дауыс бергендер: Халық партиясы 39, Нұр Отан 563. Ауыл 277, Ақжол 410, Адал 170. Облыстық мәслихатқа Нұр Отан 563, Ауыл 277, Ақжол 410, Адал 170. Қалалық мәслихатқа Нұр Отан 563, Ауыл 277, Ақжол 410, Адал 170. 465 сайлау учаскесі. Нөмірі 40 орта мектеп. Сайлаушылардың саны 2113. Келгені 1014. Бұл жерде мәжіліске дауыс бергендер: Халық партиясы 111, Нұр Отан 652, Ауыл 24, Ақжол 125, Адал 27. Облыстық мәслихатқа Нұр Отан 656, Ауыл 218, Ақжол 98, Адал 17. Қалалық мәслихатқа Нұр Отан 600, Ауыл 145, Ақжол 215, Адал 29. 466 сайлау учаскесі. Орналасқан жері Темір Масин көшесі 48-1. Орал газ, мұнай және салалық технологиялар колледжі. Сайлаушылар тіркелген саны 1800. Дауыс беруге келгендер 448 тек қана. Одан мәжіліске Халық партиясы 49, Нұр Отан 179. Ауыл 56, Ақжол 84, Адал 50. Облыстық мәслихатқа Нұр Отан 202, Ауыл 69, Ақжол 87, Адал 52. Мұнда дұрыс жазулар көріңкіремейді. Қалалық мәслихатқа Нұр Отан 199, Ауыл 75, Ақжол 96, Адал 52. 467 сайлау учаскесі. Орналасқан жері Мұхит көшесі 57-1, Жайық пресс. Сайлаушылардың саны 2362 тіркелген.
келгені 527 адам тек қана. Одан мәжіліске, облыстық мәслихатқа Нұр Отан 187, Ауыл партиясы 108, Ақ жол 139, Адал 62. Қалалық мәслихатқа Нұр Отан 191, Ауыл 105, Ақ жол 138, Адал 64. Мәжіліске Халық партиясы 40, Нұр Отан 171, Ауыл 95, Ақ жол 134, Адал 61. Көрініп тұр ма? 471 сайлау учаскесі. Орналасқан жері Жезқазған көшесі 1-үй, нөмірі 25-ші мектеп. 2332 сайлаушы тіркелген. 2332. Келгені 443 адам тек қана. Одан мәжіліске дауыс бергені Халық партиясы 43, Нұр Отан 145, Ауыл 66, Ақ жол 109, Адал 57. Облыстық мәслихатқа Нұр Отан 65, 165 кешіресіздер. Нұр Отан 165, Ауыл 76, Ақ жол 115, Адал 62. Қалалық мәслихатқа Нұр Отан 159, Ауыл 76, Ақ жол 121, Адал 59. 477 сайлау учаскесі. Орналасқан жері Жуков көшесі 17-үй, нөмірі 35-ші мектеп лицей. Сайлаушылардың тіркелген саны 2753, дауыс беруге келгені 741. Мәжіліске дауыс бергендер: Халық партиясы 45, Нұр Отан 345, Ауыл 84, Ақ жол 159, Адал 83. Облыстық мәслихатқа Нұр Отан 353, Ауыл 96, Ақ жол 184, Адал 84. Қалалық мәслихатқа Нұр Отан 360, Ауыл 96. Ақ жол 174, Адал 87. 478 сайлау учаскесі. Орналасқан жері Жуков көшесі 19-үй, нөмірі 45-ші мектеп. Сайлаушылардың тіркелген саны 2373. Дауыс бергені 508 адам тек қана. 508. Мәжіліске дауыс бергені Халық партиясы 57, Нұр Отан 147. Ауыл 58, Ақ жол 135, Адал 69. Облыстық мәслихатқа Нұр Отан 173, Ауыл 85, Ақ жол 132,
Адал 75. Қалалық мәслихатқа Нұр Отан 167, ауыл 83, Ақжол 139, Ақжол 139, Адал 75. 481 сайлау учаскесі. Орналасқан жері метрім. 2441 сайлаушы болған, 2441 сайлаушы тіркелген. Келгені 533 тек қана. 533. Одан мәслихатқа, мәжіліске дауыс бергені. Халық партиясы 54, ал Нұр Отан 146. Ауыл 71, Ақжол 145. Нұр Отан мен Ақжол тең мұнда. Адал 70. Облыстық мәслихатқа Нұр Отан 179, ауыл 79, Ақжол 157. Адал 76. Қалалық мәслихатқа Нұр Отан 177, ауыл 76, Ақжол 152, Адал 72. 486 сайлау учаскесі. 2781 сайлаушы тіркелген, 2781. Келгені 622 адам. Одан мәжіліске дауыс бергендер. Халық партиясы 56, Нұр Отан 177. Ауыл 78, Ақжол 171, Адал 99. Нұр Отан 177, Ақжол 171. Облыстық мәслихатқа Нұр Отан 204, ауыл 98, Ақжол 169, Адал 107. Қалалық мәслихатқа Нұр Отан 202, ауыл 100, Ақжол 171, Адал 105. 489 сайлау учаскесі. 1760 адам тіркелген, 1760. Келген 422 адам тек қана. 422. Одан облыс мәслихатынан дауыс бергендері. Нұр Отан 159, ауыл 81, Ақжол 118, Адал 43. Қалалық мәслихатқа Нұр Отан 149, ауыл 79, Ақжол 123, Адал 46. Парламентке Халық партиясы 46, Нұр Отан 121, ауыл 66, Ақжол 117, Адал 45. 491 сайлау учаскесі. Сайлаушылардың тіркелген саны 2544.
Дауыс беруге келгені 362 адам тек қана. 2544, 362. Одан облыстық мәслихатқа Нұр Отан 102, ауыл 68, Ақжол 130, Адал 41. Мәжіліске Халық партиясы 26, Нұр Отан 97, ауыл 59, Ақжол 129. Бұнда Ақжол жеңіп тұр. 129, Нұр Отан 97. Адал 37. Қалалық мәслихатқа Нұр Отан 104, ауыл 74, Ақжол 130, Адал 41. 496 сайлау учаскесі. 2850 адам тіркелген сайлаушы. Келгені 929. 2850-ден 929 адам келген. Мәжіліске дауыс бергендері Халық партиясы 88, Нұр Отан 425, ауыл 148, Ақжол 177, Адал 143, 113. Облыстық мәслихатқа Нұр Отан 475, ауыл 140, Ақжол 199, Адал 110. Қалалық мәслихатқа Нұр Отан 488, ауыл 136, Ақжол 177, Адал 116. 497 сайлау учаскесі. Сайлаушылардың саны 2180, тіркелген сайлаушылардың саны 2180. Дауыс бергені 565 тек қана. Одан мәжіліске Халық партиясы 39, Нұр Отан 190, ауыл 65, Ақжол 136, Адал 97. Облыс мәслихатына Нұр Отан 208, ауыл 73, Ақжол 141, Адал 104. Қалалық мәслихатқа Нұр Отан 207, ауыл 79, Ақжол 140, Адал 102. 499 сайлау учаскесі. Тіркелген сайлаушылардың саны 2500. Дауыс бергені 589 тек қана. 2500-ден 589 адам ғана дауыс берген. Одан мәжіліске дауыс бергендер Халық партиясы 52, Нұр Отан 228, ауыл 78, Ақжол 132, Адал 81. Енді қалалық мәслихатқа Нұр Отан 217,
Ауыл 95, Ақжол 175, Адал 77. Облыстық мәслихатқа Нұр Отан 199, Ауыл 95, Ақжол 173, Адал 80. 501 сайлау учаскесі. Тіркелген сайлаушылардың саны 2883. Тіркелген сайлаушы. Дауыс беруге келген 892. Одан Орал қаласы мәслихатына Нұр Отан 303, Ауыл 133, Ақжол 261, Адал 170. Мәжіліске Халық партиясы 64, Нұр Отан 277, Ауыл 176, Ақжол 250, Адал 165. Облыс мәслихатына Нұр Отан 297, Ауыл 135, Ақжол 257, Адал 171. 502 сайлау учаскесі. Сайлаушылардың тіркелген саны 2281. Дауыс беруге келгені 811 тек қана. Одан мәжіліске Халық партиясы 44, Нұр Отан 216, Ауыл 143, Ақжол 222. Бұнда Ақжол өтіп тұр, көріп тұрсыздар. Ақжол 222, Нұр Отан 216, Адал 115. Облыстық мәслихатқа Нұр Отан 229, Ауыл 146, Ақжол 216, Адал 119. Қалалық мәслихатқа Нұр Отан 235, Ауыл 164, Ақжол 214, Адал 101. 508 сайлау учаскесі. Орналасқан жері Чуйков көшесі 63 үй, нөмірі 16 мектеп. 2456 сайлаушы тіркелген, 2456, келгені 892 тек қана. Одан қалалық мәслихатқа дауыс бергендер Нұр Отан 738, Ауыл 7, Ақжол 95, Адал 28. Облыстық мәслихатқа Нұр Отан 716, Ауыл 31, Ақжол 95, Адал 41. Мәжіліске Халық партиясы 52, Нұр Отан 708, Ауыл 44, Ақжол 72, Адал 5. 515 сайлау учаскесі. Орналасқан жері Ыбырай Алтынсарин көшесі 12 үй,
12-ші жалпы білім беретін орта мектеп. 2765 сайлаушы тіркелген. 2765. Келген сайлаушылардың саны 587. Бұл жерде мәжіліске Халық партиясы 60, Нұр Отан 177, Ауыл 95, Ақжол 144, Адал 80. Облыстық мәслихатқа Нұр Отан 316, Ауыл 114, Ақжол 153, Адал 76. Қалалық мәслихатқа Нұр Отан 206, Ауыл 116, Ақжол 152, Адал 83. Көріп отырсыздар. Бұл бүгінге жинаған 37 сайлау учаскесінің қорытынды хаттамалары. Ертең қалғаны жинайын. Әзірге осы. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.